Барлықтарыңызға сәлем достар. Біз бүгін капкейкті дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа және қатты салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз осылай 2-3 есе үлкеюі қажет. Жұмыртқалы массамызға қопсытқыш, ванилин және сүтті құйып, миксермен миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды қосып, венчикпен немесе миксермен араластырып аламыз. Сұйық майды қосып, тағыдай миксерлейміз. Тестамыз дайын, енді оны арнайы кекстің формасына құйып, пісіріп аламыз. Немесе арнайы капкейктің ыдысында қолдансаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Кексіміз пісіп шықты. Кексті формадан жақсылап суыған кезде бірақ аламыз. Кексіміз өте жұмсақ болып шықты. Енді кремін дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сливкиді құйып алып, жақсылап миксерлейміз. Осылайынан кішкене қоюлана бастаған кезде творожный сыр және де сахарный пудраны қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Креміміз дайын болды. Енді оны кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Кекстің бетіне осылайынан жағып шығамыз. Кез келген насатканы қолдансаңыздар болады. Әсемделуі өзіңіздің қалауыңызша. Капкейктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Инстаграм парақшамды қалдырып кеттім, тіркеліңіздер. Менің рецептіммен жасаған тәттілеріңізді сториске салып, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!